қайырлы күн, нам салма дайындаймыз. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Өте керемет дәмді болып шығады. Нанды жаямыз. Нанды жайғандай біраз кептіріп қоямын. YouTube каналымда қалай еттің қамын жайғаным бар. Рецепті. Менің осындай өте жұмсақ болып шығады. Жұп-жұқа болып шығады, әдемі болып. Біраз кептіреміз. Міне кепкен осындай турайынан сылмаға. Өздерің қалауларыңыз бойынша. Өте дәмді болады. Осылайдан орталарына шошып. Тағы біраз қоям. Саңғағанға салып кептіріп алам бір күнге. Міне осындай піскен етті. Осындай салымқа, осындай кішіректей қойып аламыз. Сосын осы етті піскен сорпаға қамырымызды пісіріп аламыз. 7-10 минут. Мына осындай қылып аламыз. Өте керемет болып шығады. Осылай болып шықты. Енді соңына келетін болсақ, осылай көз мөлшермен аламын. Осындай алюминийға осы жетеді. Осыны бөліп саламын. Кішкене саламын, осы жетеді. Газ плитамызға қойып, 2 орташа пияз немесе бір пияз, үлкен пияз турағы болады. 4-5 зубчик чеснок. Чеснокты бірінші қуырамыз, үстіне кол жағып, пиязымызды тураймыз. Тұздығымызды маргаринға істесек, өте дәмді болады. Осыны бөлеміз. Пиязымыз жалпақта болса, жұқалап тураймыз. Bismillah. Чеснокты саламыз. Осылайдан кішкене қуырып аламыз. Енді пиязымызды саламыз. Дәміне қарай бұрыш, тұз саламыз.
нанымызды алып осы осыған саламыз қазір. Наны қайнап жатыр. Осылайынан саламыз. Жақсылап араластырып бетін жабамыз. Өте керемет болып пісіп жатыр. Осылайынан табағымызға саламыз. Енді етімізді осылайынан саламыз. Енді тұзымызды саламыз. Құямыз бетіне. Тұзымызды осылайынан пиязымызды салып аламыз бірінші. Одан кейін түндегі сорпасын құям. Өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Өте керемет дәмді дайындап көрулеріңізге болады. Видеоны соңына шейін көргеніңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.